Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге жарты сағатта дайын болатын осындай шашылмалы өте дәмді гарнир мен ерінші котлеттер деп атап кеткен тағамның рецептін ұсынамын. Ал ендеше бастайық. Алдымен гарнирімізді пісіріп аламыз. Ол үшін күрішімізді жуып, тазалап, суын құйып, отқа қоямыз. Судың мөлшері күріштің бетінен 1 сантиметр асып тұру керек. Сол кезде мөлшерінен шатаспайсыздар. Татымына қарай тұздаймыз, мұздатылған горох пен кукурузды қосамыз. Горох пен кукурузға арнайы су қосудың қажеті жоқ, өзінің құрамындағы суы жеткілікті болады. 50-60 граммдай май құямыз. Араластырып, қақпағын жауып, бір бұрқ етеміз да астындағы отын жай қоямыз. Енді келесі ыдыста майды қыздырып, фаршымызды қыздырамыз. Менде 600 граммдай фарш. Қақпағын жауып біраз бұқтырамыз. Мен 2 қазанның орнын ауыстырдым, себебі күрішке бәсең от керек. Қақпағы дұрыс жабылмайды қазанның, көріп тұрғандарыңыздай. Сол үшін осылай таза шүберекті немесе пакет орап қойсаңыз болады. Осылайша жауып, қозғамай 20 минут пісіреміз. Енді фаршымызға оралайық. Фаршымызды әбден қатты отта қуырамыз. Суы тартылғасын майдалап туралған пиязымызды қосып, тұздаймыз, татымына қарай қара бұрыш қосамыз, дәмдеуіш қосамыз. Менде универсальный вегета дәмдеуіші өте жақсы. 5-6 минуттай қуырғасын томатымызды қосамыз. 1 ас қасық томат. Томатты қосып, араластырып, тағы да бір 4-5 минуттай қуырғаннан кейін құймамызды әзірлейміз. Құймамызға бізге 200 грамм сливке қажет болады, және 150 грамм майда теркадан өткізілген ірімшік, 1 жұмыртқа. Барлығын бір ыдысқа салып, араластырып, фаршымызға қосамыз. Табаның астындағы отымыз қатты болып тұр. 1-2 минуттай араластырып, пісіріп болғаннан кейін табамыздың астын өшіріп, қақпағын жауып қоямыз. Біздің ерінші котлеттеріміз осымен дайын. Ал енді гарнирімізге оралайық. 20 минут әбден бұқтырылды. Гарниріміз жақсы пісті, күріші шашылып тұр көргендеріңіздей. Айтқандай-ақ, консервіленген горох, кукуруз қоспаңыздар, гарниріңіздің дәмін өзгертіп жібереді. Супермаркеттарда мұздатылған свежий горох пен кукуруз болады. Соны қоссаңыз, өте керемет болады. Балалар бұл тағамды өте сүйіп жейді. Гарнирін осылайша пиалайға немесе кез келген формочкаға салып, формасын келтіріп ұсынсаңыз болады. Рецепт барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шықты деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіз байқағандай жарты сағатта дайын болды. Каналымда осы сынды оңай әрі тез дайын болатын тағамның рецепттері бар. Көріңіздер, және де жасап көріңіздер, және де каналымда осындай рецепттер көбірек болсын десеңіздер, төменге лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді аямай жазып, каналды қолдап отырыңыздар. Баршаңызға алдын ала рахмет. Ас болсын, сіздермен бірге болған мен Рахаттай.